өтірік айтқан адамнан дейді, өтірік айтқан адамнан неге өтірік айтасың деп сұрама дейді. Не үшін? Қайтадан өтірікпен жауап береді ол. Өзі өтірік айтып тұр. Енді өтірік айтып тұрған адамға неге өтірік айтасың десең, оны жабу үшін тағы бір өтірік айтады. Ал өтірік айтқан адам, былайша айтқанда айтады ғой, өтірік айтып саймен жүргенше, шындықты айтып қырмен жүр дей ма, өрмен жүр ме, не дейтін еді? Бетің ашық болады ғой. Ал өтірік айтып болған ма, ешкім біліп қоймай ма екен, естіп қоймаса дұрыс болатын еді деп жүргеннен гөрі, одан да бетті ашып алу керек та. Сөйтіп жүре беру керек қой. Шыншылдық ол жақсылыққа алып барады, ол жақсылық Алланың разылығына, разылық жәннатқа. Өтірік Алланың күнәға, күнә Алланың ашуына, ашу неге алып барады? Тозақ дейді.